Сәлем достар, бүгін мен сіздермен үй жағдайында лагманды қалай жасау керектігін көрсетемін. Ол үшін алдымен етімізді турап алып, үстінен соя қосып, араластырып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ол аралықта пиязымызды, болгар бұрышымызды тура осы видеодағыдай етіп, ірі қылып, 4 бұрыш қылып турап аламыз. Одан кейін қызып тұрған майымызға етімізді, пиязымызды салып, үстінен паприка қосып, жақсылап араластырамыз. Сәбізімізді қосамыз. Қызанақ саламыз. Картоп салып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Болгар бұрышын, пекин капустаны қосып, тағы да араластырып жібереміз. Үстінен тұз және зираны тура осы видеодағыдай етіп, алақанымызбен мұшып саламыз. Сөйтіп үстінен су құйып, қайнағаннан кейін баяу отта 15 минутқа қалдырамыз. Алдын ала дайындалған лагманымыздың үстінен дайын болған подливті қосамыз. Осымен лагманымыз дайын. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.